Көптеген адамдар сұрап жатыр, неге маска киіп алғансыздар деп. Бірнеше себеп бар. Біріншісі, уже бұл қалалар қатты иістеніп жатыр, себебі ғимараттардың, үйлердің астынан адамдардың денелері әлі табылмай жатыр, солар иістеніп жатыр. Екіншіден, Құдай сақтасын, қауіп бар екен. Уже 1-2 аптада адамдардың денесін толық алып шықпаса, олардың денесі разлагация етіп, бүкіл инфекциялар тарауы мүмкін деген. Құдай сақтасын, үлкен чума, холера сияқты аурулар тарауы мүмкін дейді. Алла сақтасын. Ситуация өте қиын болып жатыр. Мәйіттер өте көп. Уже имамдар айтып жатыр, денелер жууға келмейді. Бәленбай уақыттан кейін табылғаннан кейін, мына адам денесі андай екен ғой, көп сақтап қойса өлі адамды, мына денесін жуған кезде терісі бір кір езілген сияқты, мына терісі сүйекке дейін езіліп кетеді дейді. Сол себептен жууға келмей жатыр, жаназасын оқып жерлеп жатырмыз дейді. Алла сақтасын. Алла сақтасын. Әркіміміз бағалайықшы, қазақ жастары, әркімімізді.